Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Ең алдымен каналымызға жазылып, видеоларыңызбен бөлісуді және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде өте қызықты тақырып. Ең алдымен сіздердің оразаларыңыздың қабыл болуын тілейміз. Сонымен біздің тақырыпқа оралайық. Біздің тақырыбымыз ораза айында шаш қидыртуға, боятуға, тырнақ қидыртуға және де боятуға, лак жағуға болады ма, сәнденуге болады ма деген сұрақтарға жауаптар іздейміз. Әрине, жалпы шариғат бойынша әйел кісіге өзінің күйеуінің алдында сәнденіп, шашын тырнағын боятуына, тағы да басқа жолдар арқылы сәнденуіне болады. Ал ораза кезінде шашын бояту, тырнақтарын жөндеу сияқты амалдар оразаға кедергі емес. Тек бояну барысында әртүрлі себеппен мұрыннан, тамақтан, ішке бір нәрсенің кетіп қалмауына өте мұқият болу керек. Ендігі кезек тырнақты боятуға болады ма деген сұраққа жауап. Тырнақты боятқан кезде сіздерде ғұсыл алынбай қалады және де дәрет алынбай қалады. Сол себептен де тырнақты боятуға рұқсат етілмеген. Тырнақты боятсаңыздар, әрине дәрет дұрыс алынбай қалады. Сол себептен де тырнақты боятуды көбіне құптамайды. Назарларыңызға көп рахмет. Видеомен бөлісе отырыңыздар, ой пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.